сөйтсек бұның өзі Құранда айтылып қойған екен да, кейбір тастардың ішінде су болатындығы. Көзбен қарасаң әріпті көресің, ақылмен қарасаң ғылымды көресің, жүрекпен қарасаң Алланы көресің. Осы аяттың да ғылыми мұғжизасы бар ма? Жалпы Аллаға сыйынып оқу бар, Аллаға сыйынбай оқу бар. Екі көзбен емес, көкірек көзбен қарау керек болып тұр ғой. Көкірек көзбен. Құран деген тек қана әруақтарға бағыштайтын ғана кітап емес, бірінші мәселе. Екінші, ақ матаға байлап қабырғаға іліп қоятын кітап емес. Құрандағы 3 түрлі мұғжизаны айтып кеттіңіз, иә? Біреуі Құранда бүкіл нәрсе бар, бірақ әркім әр уақытта ол нәрсені көре алмайды. сиырдан шығатын сүт жайлы ғой, мысалда. Ат белгілі бір дәрежеде артын көреді. Аяттардың мағынасына үңілуге тырысамыз, бірақ ой жүгірту деген бұдан ауқымдырақ сияқты ғой, иә? Құймышақ демекші, уҗбудам деген құймышақтың ұшындағы сүйек туралы айтылады ғой енді. Бұл да бар ма Құранда? Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Бүгінгі подкастымыздың қонағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті мәдениеттану және дінтану кафедрасының аға оқытушысы, белгілі дінтанушы Ернар Мәжен мырза. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Алейкум, рахмет. Бүгінгі подкастымыздың тақырыбы Құран мен ғылым аясында болады. Яғни Құранда айтылып кеткен көптеген аяттардың ғылыми дәлелінің соңғы ғасырда дәлелденіп жатуы бұл нені білдіреді? Осы сұраққа аз деген жауап іздесек деген ойымыз бар. Алла қаласа. Алғашқы сұрақта бәз біреулер айтып жүргендей, Құран ислам діні ғылым мен білімге қарсы ма, әлде керісінше ма? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи роббил аламин. Уассалату уассаламу аля ашрафил мурсалин. Жалпы ислам дінінің өзі ғылым мен білімнің діні. Біз оны Құран кәрімнің аяттарынан, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінен, өмір жолынан, ислам ғұламаларының ғибратқа толы ғұмырынан біз анық, ашық, айқын көреміз. Құран кәрімнің алғашқы аятының өзі оқы деп түскендігі, бұл Құран кәрімнің және де ислам дінінің ғылым білімге, білуге қаншалықты мән беретіндігін біз ұғамыз. Бір мысал келтірейік. Алла тағала Адам алейхиссаламды жаратқан кезде періштелер кішкене қипақтап, сен жер бетінде бұзақылық жасап қан төгетін біреуді жаратасың ба? Сені мақтап мадақтап пәктейміз ғой деген кезде Алла тағала періштелерге айтады, мен сендер білмейтін нәрсені білемін дейді. Содан кейін Адам алейхиссаламды жаратқаннан кейін Адам алейхиссаламға белгілі бір дүниенің аттарын, яғни есімдерін үйретеді, білім үйретеді. Сосын періштелер айтады, ал білгіш болсаңдар, мына нәрселер не деген кезде періштелер айтады, біз сені кемшіліктен пәктейміз, біз сен үйреткен нәрседен артық нәрсе білмейміз дейді. Сонда Адам алейхиссаламға Алла тағала айтады, сен мыналарға олай болса үйрет, түсіндір, мынау не екенін олар білмей тұр деген кезде Адам атамыз сол Алла тағала үйреткен дүниелерді атын атап түсіндірді дейді. Сол кезде періштелерге Алла тағала енді адамға сәжде жасаңдар дейді. Міне осы жерде ғалымдарымыз айтады, Адам алейхиссаламның жаңағындай топырақтан жаратылған, яғни ет пен сүйектен деп айтамыз ғой біз. Періштелердің өзі сондай нұрдан жаратылған, ешқандай қателік жасамайтын, сондай пәк жаратылыстың өзінің Адам алейхиссаламға бас иіп, Адам алейхиссалам олардан үстем болуының бұл жердегі себебі ғылым білімде дейді. Яғни Алла тағала Адам алейхиссаламды ғылым білім арқылы періштелерге үстем болып, періштелерге бас игізген еді дейді. Міне осы жерде білімнің қаншалықты артықшылығын біз бар екендігін көз жеткізе аламыз. Құранның аяты. Одан кейін Құран кәрімдегі ең алғашқы аяттың өзі иқра, оқы деп түскен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям 40 жаста еді, Нұр тауында болған еді. Нұр тау дегеннің өзінің сөзінің өзі кім Мұхаммед Хамидулла деген профессор айтады, бұл таудың атауының өзі адамдарға туралықты нұсқаушы. Пайғамбарымыздан бұрынғы дәуірде ары бері жаңа керуенмен жүрген адамдарға жол нұсқау үшін, адасып кетпеу үшін сол Нұр тауының басына от жағып қоятын еді. Сол кездегі былай айтқанда құрлықтағы бір маяк секілді еді дейді. Сондықтан да біздің мәдениетіміз Нұр тауынан бастау алады, Нұр тауынан таралады. Европалықтардың мәдениеті Олимп тауынан бастау алады. Сондықтан да біз сол Алла тағала Нұр тауында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға оқы деген әмірді түсірген кезде пайғамбарымыз мәәна биқарин, мен оқу білмеймін деп айтты. Жәбірейіл алейхиссалам екінші рет оқы деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тағы да мен оқу білмеймін деп жауап берген еді. Үшінші рет оқы деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мен оқу білмеймін деген кезде Жәбірейіл алейхиссалам иқра бисми раббикаллази халақ, сені жаратқан Раббыңның атымен оқы. Яғни Алла тағалаға сыйынып,
алла тағаланың атымен бисмилля деп оқу деген сөз ғой. Жаңағы бір аллаға сыйынып кел балалар оқылық деген ыбырай атамыздың сөзі бұл жерде тегін емес. Ғалымдарымыз айтады осы жерде жалпы аллаға сыйынып оқу бар, аллаға сыйынбай оқу бар дейді. Екеуінде де ғылым болады дейді, бірақ айырмашылық болады дейді. Аллаға сыйынып оқыған ғылымнан адам баласына тек қана пайда, жақсылық, игілік келеді дейді. Ал аллаға сыйынбай оқыған ғылымнан адам баласына пайда, игілік келумен қатар зиян да болуы мүмкін дейді. Сондықтан да біздің әсіресе мұсылман ғалымдардың ғылымынан тапқан өнерінен, технологиясынан адам баласына тек қана пайда келіп жатыр. Ал енді басқа аллаға сыйынбай оқыған, алланы мойындамай оқыған ғылымнан адам баласына пайдасымен қатар жаңағы атомный бомба немесе басқа да әртүрлі жаңа адам баласына орасан зор зиян тиетін дүниелерді осы ғылым арқылы келіп жатқанын біз көреміз. Осы өзіңіз айтқан Құран аяттарының алғашқысы оқу деп басталды дедіңіз ғой. Одан кейінгі келетін бірнеше аяттың да ғылыми негізі бар сияқты, иә? Әрине, бұл жерде енді сол оқы деген етістікке, иқра деген етістік, жаңағы етістіктің түбірі қара етістігі ғой, оқу етістігінің тилауа етістігінен айырмашылығы. Тилауа етістігі, мысалы тилауа сәждесі деген дүние бар Құран кәрімде. Тилауа деген сөздің өзі оқу деген мағынаны білдіреді, бірақ қара етістігі бұл жерде тек қана кітаптың, дәптердің, тақтадан немесе телефоннан ғана оқу емес. Бұл тилауаның мағынасы солай. Қара етістігі осыны қамтумен қатар ой жүгірту, анализ жасау, толғану, ақылын қолдану деген мағыналар білдіреді. Сондықтан да оқу үшін тек қана кітап болу шарт емес. Қараған адамға өзінің баласы да бір кітап, әйелі де кітап, өсіп тұрған ағаш та бір кітап, тау да кітап, өзі де кітап, өзінің саусағы да, саусақтағы бедерлері де кітап. Сондықтан да бұл жерде тек қана жаңа әріппен жазылғанды ғана оқу емес, ақылды, ойды, түйсікті, сананы қолдану арқылы білім алу, көкжиегін кеңейту деген мағынаны білдіреді. Керемет. Сондай-ақ осы жерде қаламмен жазуды үйретті деген аят келеді. Осы аяттың да ғылыми мұғжизасы бар ма? Бірінші енді алла тағала бұл жерде бір аллаға сыйынып оқы дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Алла адам баласына білмеген нәрсесін үйретті дейді. Яғни біз бүкіл нәрсені өзіміз білетіндей дәрежеде қарым қабілетіміз жетпеуі мүмкін. Көптеген ғалымдардың өмірбаянына қарайтын болсақ, бір ғылымды зерттеп, сол жолда көз майын тауысып, ерен еңбек жасап, бірақ сол жаңалықты аша алмай, сол ғылымның қыр-сырын меңгере алмай жүрген кезде көп адамдардың, әсіресе ғалымдардың түсінде сол ізденген дүниесінің жауабын тапқандығы туралы көп айтылады. Қарап тұрсаңыз, алла тағала оның еңбегін бағалап, сол жолдағы жасалған қажырлы қайратын алла тағала елеп, сол түсінде соған айтқан кезде подсказка беріп, оны білмеген нәрсесін үйретіп демеп жібергендерін біз көреміз. Сондықтан да алла тағала бұл жерде біздің білім болуымызға алла тағаланың да ықпалының зор екенін білуіміз керек. Одан кейін адам баласын ұйыған қаннан жаратты деп біздің байқаған кезде өткенімізді, тегімізді, қайдан шыққанымызды меңзеп, оған да байқаған кезде тарихыңа үңілдеген секілді дүние бар. Себебі Ибн Халдунның айтқан сөзі бар: тарих пен болашақ екі су тамшысының бір-біріне құсағаннан да артық құсайды дейді. Себебі тарихты жақсы білмеген кісі, тарихты жақсы оқымаған, меңгермеген кісі болашақты да игере алмайды, болашаққа дұрыс бағыт бағдар ала алмайды екен. Сондықтан да тарихты білу, дұрыс тарихты білу бұл болашақ үшін өте маңызды. Мысалы бізде парасат деген сөз бар. Парасат деген сөздің өзі парасатты адам деген енді былай жалпақтымен айтқанда ақылды адам, кемеңгер адам дегенге келеді ғой. Бірақ бұл жаңағында араб тіліндегі фарас деген сөз, жылқы деген, ат деген мағынаны білдіреді. Парасат сөзінің неге атқа байланыстырып тұр деген мәселе келетін болсақ, аттың көзін қарасаңыздар, адамның көзі тек қана алдында болатын болса, енді алдында орналасқан болса, аттың көзі кішкене жанына қарай орналасқан. Ат белгілі бір дәрежеде артын көреді. Біз мысалы көлікте айнамыз болмаса, қалада әсіресе көлік көп жүретін жерде біз көлік айда өте бізге қиынға соғады. Себебі біз артымызға қарап отырмасақ, белгілі бір жерде көлік апатына, жол апатына ұшырауымыз мүмкін. Сондықтан да біз мына өмірде қым-қуыт тіршілікте тарихымызды жақсылап меңгермесек, білмесек, біз жаңағы айнасыз көлік айдаған кезде біз белгілі межеге аман-есен аман сау жету қандай қиындыққа соғатын болса, болашаққа бағдар алуда тарихсыз қиын болады. Сонымен қатар ат белгілі бір дәрежеде жанын көреді, 90 градус былай айтқан кезде. Сол үшін арбаға жеккен атты ат көздіргін тағып қояды. Сол жаңағы арттан шошымасын, жанынан шошымасын деп. Сондықтан да парасатты және алдын көреді. Әрине алдын көреді. Сондықтан да парасатты адам деген сөз өзінің тарихын терең білетін, жақсы меңгерген,
қазіргі болып жатқан оқиғаларды жақсы бағамдай білетін, анализ жасай білетін, және сол екеуін қолдану арқылы болашаққа жақсы бағыт ұстап, табысты һәм мемлекеттік тұрғыдан болсын, һәм ұлттық тұрғыдан болсын, һәм жеке бас тұрғыдан болсын, табысқа жете алатын, осы дүниелерді толықтай пайдаланып табысқа жете алатын адамды парасатты деп айтсақ. Сондықтан да Құран кәрімде адамның жаратылысы өткеніне үңілудің, оның білудің маңыздылығын біз осы жерден біле алады екенбіз. Сонымен қатар келесі аятта адам баласына қаламды қолдануды үйретті. Себебі қалам бұл бүкіл өркениет пен мәдениеттің, ғылым мен білімнің қозғаушы күші және бүкіл технологияның ең алғашқы қарапайым үлгісі. Мысалы компьютер деп айтайық, жаңағы принтер деп айтайық, немесе жаңағындай баспа типографиялардың алғашқы үлгісі ол қалам. Алла тағала қалам деген арнайы сурет түсірген. Сонымен қатар кітаптарда Алла тағала ең бірінші жаратқан дүниені қалам екендігі туралы айтылады. Сонымен қатар қазақта керемет сөз бар, қалам ұстаған қол қайыр тілемейді дейді. Яғни қаламның қасиеті сол, қалам ұстаған қол деген сөз, яғни білім иесі. Ол біреуге кіріптар болып, телміріп, қайыр тілемейді екен. Яғни һәм білімді болады, һәм өзінің керекті дүниесін білу арқылы, өзі былай айтқан кезде кем дегенде ешкімге кіріптар болмай жанын бағады. Сол үшін де қаламды қолдану арқылы адам баласының мәдениеті, өркені заман дамиды. Себебі мысалы бір топ, мысал айтайық, қазір 21-ші ғасыр, дұрыс па? 21-ші ғасырда біраз адам өмір сүріп жатыр, біраз ғалым күн кешіп жатыр. Солар өзінің білген түйгенін жазбаса, айтқан кезде кітап бетіне немесе компьютерға түсірмесе, енді компьютерде қазір қаламның бір үлгісі ғой. Одан кейін ол кісілер өлгеннен кейін ол өзінің білген түйгенін, тәжірибесін өзімен бірге алып кетеді. Ал жазып кітап ретінде қалдыратын болса, келесі буын ғалымдар соны оқып меңгеріп, оның үстіне бірдеңке қосады. Ары қаратай қарыштап дамытады. Сондықтан да қалам бұл мәдениет пен өркениетті, ғылымды алдыға сүйрейтін негізгі күш, құрал деп айтсақ болады. Сонымен қатар Осман империясының тарих сахнасынан кетіп жығылуына себепкер болған көптеген себептер айтылып, бірнеше себеп. Соның бір себебі баспаның, айтқанда типографияның кешкеруі деп айтады. Соны былай айтқан кезде соны кенжелетіп қойғаннан кейін тарих сахнасынан кеткен. Жақсы. Енді қасиетті Құран кітабында көптеген тақырыптар қамтылған. Соның ішінде Алла тағала айтады ғой, аспан мен жердің жаратылуында, күн мен түннің ауысуында ақыл егелері үшін белгі бар дейді да. Және Алла тағала Құран кәрімнің көп жерлерінде, қазақшасын оқып отырсақ, олар ойланбай ма, олар ой жүгіртпей ме дейді. Осының даналығы мен хикметі неде? Біз бірінші былай мына нәрсені біліп алайық. Тағы қосымша айтып кетейін. Біз енді бұған дейін де Құранды оқып жүрміз. Аяттардың мағынасына үңілуге тырысамыз, бірақ ой жүгірту деген бұдан ауқымдырақ сияқты ғой, иә? Құран біріншіден бұл тарих кітабы емес. Құран бұл технология кітабы емес. Құранның басты мақсаты, мұратының екі себебі бар. Ғалымдарымыз айтады. Бірінші Алланы таныту, Алланың бірлігі, Алланың барлығы, құдіреті, есімдері, сипаттары. Екіншісі адам баласының сол Алла тағалаға деген мәмілесі, құлшылығы, ғибадаты мына өмірде дұрыс адам ұстап өмір сүрудің үлгісін көрсетеді. Сонымен қатар астарлы түрде кейбір күніміздегі енді көзіміз жетіп жатқан жаңалықтарға, ғылыми дүниелерге былай айтқан кезде жол өтеді деп айтсақ болады. Себебі Құран кәрім бұл осыдан шамамен 15 ғасыр бұрын түсті. Егер сол Құран кәрімде жаңағы судағы микробтар туралы айтатын болса, ол кездегі адамның дәрежесі оған жеткен жоқ. Санасы жеткен жоқ. Бір шетінен ол айту мүмкін, бұл не деп сандырақтап тұр дейді. Екіншіден оны түсінбегеннен кейін ол қарсы шығу, одан да көп қарсы шығып жатқандары бар, одан да көбірек болып кетеді. Бұл сандырақ, бұл сиқыр деген секілді дүниелер айтып жатыр. Енді мысалға судың ішіндегі микро дүниелерді айтатын болса, ол кезде ол адамның несі санасы қамтымайды. Микроскоп дамымаған уақыт қой, былайша айтқанда. Болмаған, дамымаған. Сондықтан да ол жерде сен ол туралы айтатын болса, Құран ол кезде ол жердегі қауымға ол әсер етпеуі, тіпті қарсы шығуына себепкер болуы мүмкін. Сол секілді Алла тағала әр ғасырдағы адамдардың, әр деңгейлі адамдардың сол кездегі ғылым мен білімге деген қатынасына байланысты сол жерге адамдарға өзінің несін, күніміздің тілмен айтқанда месседжін береді, айтады деген сияқты дүние ғой. Сол үшін де Құран кәрім біз
басын ашып айттық, жаңағы бұл ғылым білім технология кітабы емес, Иә. бірақ белгілі бір дәрежеде ғылым білімге өзінің жаңағы нұсқаулықтарын береді. Ғылым білімнің негізі осында жатыр. Негізі осында жатыр. Енді Құран кәрім көптеген шынында да кейін ашылған ғылыми жаңалықтарға бір ишарат беріп кетеді. Осы ишараттардың бірі жаңа саусақ іздеріне қатысты секілді. Осы жайлы айтып өтсеңіз, енді бұған дейін көз биометриялық паспорт ретінде қолданылып келсе, қазіргі уақытта саусақ іздері де, әсіресе криминалистикада биометриялық паспорт ретінде өзінің қолданысын жасап келе жатыр. Осының да бастауы Құранда жатыр дейді. Солай ма? Енді Қиямет сүресінде Алла тағала біз адам баласының саусақтарының ұштарына дейін, яғни бедерлеріне дейін қайта тірілтеміз дейді. Яғни дүниеден өткеннен кейін адам баласы қураған сүйекке айналады. Уақыт келген кезде, қайта тірілген уақытта біз қаз қалпымызда қалай болатын болсақ, сол саусақтарымыздың бедеріне дейін, іздеріне дейін тура сол қалпында Алла тағала жарататындығын Құран кәрімде баян етеді. Бұл енді әр адамның жер бетінде қазір мысалы 8,5 миллиардқа жуық адам бар десек, соның әрқайсының өзінің саусақ іздері бір. Саусақ іздерін әр адам бір қолымыздағы 10 саусақтың өзі бөлек болатын болса, ол енді бәленбай миллиард адамдікі ол бөлек екендігі ол айдан анық. Сондықтан да Алла тағала осындай нәзік мәселеге, осындай майда шүйдеге дейін бізді былай айтқан кезде қайтадан Алла тағала тірілтетінін бізге айтып отыр. Сондықтан да күніміздегі әсіресе жаңағы мынау өзіңіз айтқан криминалистикада және де басқа салаларда, осы саланы зерттеп жүрген салаларда осы туралы баян етіледі. Құранның өзі де осы туралы бізге ишарат береді. Енді журналистикалық зерттеу жасау кезінде мынандай деректерге тап болдым. Мәселен, құмырсқа бар ғой, құмырсқаның илеуін осы алғаш архитектура дамып жатқан уақытта, топография дамып жатқан уақытта үй салатын мамандар құмырсқаның илеуі бар жерге үй салады екен да. Неге дегенде, құмырсқа ешқашан сазды батпақты жерге үй салмайды екен. Үйін салмайды екен да, жаңағы илеуін. Және ол жерге тұрғызылған үй берік, мықты болады екен да. Сол сияқты мынау үлкен ғимараттардағы желдету жүйесі де құмырсқалардың илеуінің ішіндегі желдету жүйесіне қарап жасалған дейді да. Кейінгі зерттеліп жатқан жаңалықтар ғой бұл. Сөйтіп осы тақырыпты зерттеп отырсам, құмырсқа жайлы Құранда айтылған көптеген ғылыми мұғжизалар бар екен. Осыларға да бір тоқталып кетесіз ба? Енді адам баласының жаңа технологияны дамыту барысында әрине бір нәрседен үлгі алуы ол табиғи дүние. Себебі Алла тағала да жаңа өзінің жаратқан, құдіретімен жаратқан тіршілік иелерін айтқан кезде кішкентай болса да, бәлкім ода ақыл сана болмаса да, Алла тағаланың құдіретімен ерекше өзіне тән қабілетпен, өзіне тән мықтылықпен жаратады. Мысалға, Американы мақтап жүрген БДВ деген жаңағы бомбалаушы керемет ұшағы бар. Соны мысалы қарасаңыздар, жаңағы интернет желілерінде сүйретті. Алла тағаланың жаңағы сұңқар секілді бір құс тура қарасаңыз, жаңағы дене бітімі, қанаты, кеудесі бәрі дәлме-дәл. Себебі ол қарасаңыз, ол ұшқан кезде ауаға жаңағы кедергі жасамайтын дүниелер. Сосын жаңағы вертолет, тікұшақ деп жатамыз ғой, соның мысалы инелік деген секілді мәселелер. Сондықтан да біз табиғаттағы Алла тағаланың жаратқан дүниелерінен былай айтқан кезде шабыт алып, немесе содан үлгі алып, өзіміздің дүниелерімізді жасаймыз деген секілді дүниелер ғой. Ал енді құмырсқа мәселесіне келетін болсақ, енді құмырсқа деген Құранда айтылатын Алла тағаланың жәндігі, сонымен қатар еңбекқорлықтың символы деп айтсақ болады. Миллиондап бір илеуде өмір сүрсе де, бірімен ешқандай жаңа теке тіреспей, бір белгілі бір жүйеге бағыну арқылы өзінің еңбегін жасап, тіршілігін қамқор тіршілігін жасап жатқан тіршілік иесі. Құран кәрімде жаңа Сүлейман алейхиссалам жорыққа кетіп бара жатқан кезде жер қайысқан қолымен құмырсқаның илеуіне жолығып, сол жерде жаңа құмырсқамен тілдескен туралы аят бар. Сол кезде құмырсқаның жаңағы көсемі деп айтайық, сол кезде өзінің илеуіндегі қарамағында құмырсқаларға не дейді, тездетіп илеулеріңе кіріп жасырыныңдар, өйткені Сүлейман байқамай сендерді таптап сындырып кетуі мүмкін деп айтқандығы бар. Сонда жаңағы құмырсқаның сөйлегенін құлағы шалып, және Алла тағала Сүлейман алейхиссаламға жаңағындай бүкіл құрт құмырсқа, ұшқан құстың жаратылған бүкіл жан жануардың тілін білдірген ғой, үйреткен. Сонда жаңа күлімсіреп, езу тартып, Алла тағалаға ұлылығын мадақтап, сен маған осындай құдірет бердің, осындай мүмкіндік бердің, мен саған шүкір еткен құлдардың қатарынан болуды маған нәсіп ет деп айтып, құмырсқамен тілдескендігі туралы айтады ғой енді жерде. Сонда жаңағы бір аяттағы, ол жерде қолданған аяттағы жаңағы мыжық кетеді, езік кетеді де емес, сындырып кетеді деген сөзді қолданудың өзі құмырсқа дене бітімінің немесе құмырсқаның мүшелерінің әйнек тәріздес болуы,
оны жаңағындай бір күшпен салмақпен мыжыған кезде езіліп мыжылып емес жаңа әйнек секілді сынып қалатындығы туралы ғылым айтып жатыр. Сондықтан да қарасаңыздар бір Құран кәрімде қолданған сөздердің өзінің реті һәм жаңағы қолданған етістіктердің өзінен жаңағы кейінгі уақытта зерделей келе осы дүниелердің шынында да соған сай екендігін ғылым көз жеткізіп отыр. Тек 20-21 ғасырда ғана зерттеліп отыр ғой бұлар. Енді болашақта енді қазір біз 21 ғасырда өмір сүреміз. Алла тағала адамзатқа қанша ғұмыр беретіні ол белгісіз. Бәлкім 30 ғасыр, бұдан кейін 100 ғасыр болуы да мүмкін. Одан әлбетте қарыштап технология, білім, ғылым дамиды. Сол кезде көз жеткізген дүниелердің Құран кәрімде әлі де жаңалығы айтылған дүниелері ашылатындығына ешқандай күмән жоқ. Сіз айтқан аяттағы тағы бір мағына құмырсқалардың да өзара сөйлесетін тілінің бар сияқтысы, иә? Әлбетте енді ол бүкіл жаратылыстың өзара байланыс құралы, өзара түсінісуі бар. Ол құрт болсын, ол құмырсқа болсын, ол құс болсын деген секілді. Ол жаңағы суда жүзіп жүрген дельфин дейміз, кит дейміз деген секілді. Бәрінің өзара түсінісу, жаңағыдай қарым-қатынаста өзара мәлімет алмасу бар екендігіне ешқандай күмән жоқ. Ол үшін де бір сұмдық бір дүниені білудің қажеті жоқ. Өткенде жаңағы интернет желісінде көрсетіп жатыр, бір тәтті дүниені қояды, жаңағы сөйтеді де айтады, қара дейді, қазір ана құмырсқаны өтірікші қыламыз дейді. Сөйтіп бір құмырсқа бүйтіп келеді де, жаңа енді иіспен тапты ма, жаңағындай дәммен тапты ма, тауып келіп бір екі айналады да кетіп қалады. Сөйтіп кетіп қалған кезде жаңағы ананы алып қояды. Сөйтіп қарасаң 20-30 құмырсқамен келеді, ананы аралап, бері аралап таппайды, соны айтады. Ана ертіп келген құмырсқаны біз өтірікші қылдық деп ана күліп жатыр да, сонда қарасаңыз, ана жерде мен бір олжа таптым. Жүріңдер барып ананы тасып кетейік, жаңағы илеуімізге деп келді ғой ол. Сонда қарасаң ана жаққа барып, оның не жатқанын, қаншалықты көлемде жатқанын барып айтты ғой. Сондықтан да сол жердің өзіне олардың өзара байланыс құралының, түсінісу құралының бар екендігіне ешқандай күмән жоқ. Керемет. Осының өзі Құран мұғжиза екендігінің, ұлы жаратушының сөз екендігінің айқын бір дәлелі ғой. Әлбетте, себебі әсіресе соңғы 3 ғасырда ориенталисттер, яғни шығыстанушылардың арнайы осы ислам дінін зерттеген бір бөлігі өте ыждахаттылықпен, өте еңбекпен тапжылмай зерттеген көптеген батыстық ориенталисттер болды. Егер Құранда бір қарама-қайшылық болса, егер Құранда бір ғылымға қайшы дүние болса, өтірік болса, олар әлбетте оны әлемге жариялайтын еді, айтатын еді, жеткізетін еді. Құраннан ешқандай қарама-қайшылық, Құраннан ешқандай өтірік, Құраннан ешқандай жаңағындай қате таба алмағаннан кейін амал жоқ. Құранға байланысты олар ештеңе айта алмады. Керемет. Енді сондай-ақ кейінгі ғасырда зерттеліп жатқан тағы бір жаңалықтың бірі осы сиырдан шығатын сүт жайлы ғой, мысалда. Сол қандай керемет шеберлікпен шығатын жайлы ғылым дәлелдеп жатыр. Және ғалымдар айтқан екен, егерде тура сиырдың ішінде болатын процеспен біз бір сүт жасап шығаратын болсақ, оған 3 километрге созылған үлкен завод салуымыз керек еді депті да. Бірақ оның өзіне біз сиырдың сүт сияқты аппақ таптаза шығара алмайтын едік депті да. Жалпы сиырдан да сүттің қалай шығатыны жайлы, бала емізуге байланысты да Құранда айтылған дейді. Осыған бір тоқталсаңыз. Енді жалпы Алла тағаланың құдіреті сол, қарама-қайшы дүниеден Алла тағала бір нәтиже шығарады. Мысалы айтайық, күріш шылқылдаған суда өседі. Бірақ күріш пісіп біздің дастарханымызға келген кезде күрішті бүйтіп ортасын бөлсеңіз, ешқандай да су жоқ. Бірақ шылқылдаған судың ішінде. Қарбыз шөлейтті шөл жерде өседі. Піскен кезде қарасаңыз, ішін жарсаңыз шылқылдаған су. Қарама-қайшы да. Одан кейін мысалға бір жерге сіз ектіңіз, бір күннің астында тұрады. Бір суды ішеді, бір топырақты өсіп жатыр. Бірақ біреусі қызанақ, біреусі қияр, біреусі жаңағы пияз, біреусі банан, біреусі апельсин, біреусі жаңағындай таңқурай, біреусі құлпынай деген секілді. Әйтпесе былай қисынмен алсаң, бір су ішіп жатыр, бір топырақта тұр, бір күннің астында тұр, бәрі бірдей болу керек. Жоқ. Алла тағала олардың айтқанда, олардың тағдырында, олардың дәндерінде, олардың тұқымдарында, олардың дәні, олардың дәмі, олардың түсі, олардың есінің бәрі белгіленген. Қай жерге ексең де, сол Алла тағаланың сол дәнге салған айтқан кезде информациясы немесе тағдыры сол жерден ол я бидай болып өседі, я арпа болып өседі, я сұлы болып өседі, я жаңағы қызанақ немесе құлпынай болып шығады. Бұл Алланың құдіретін көрсетеді. Енді сүт мәселесіне келдіңіз ғой. Жалпы Алла тағаланың ол мысалға ара айтайық, мысалға араның балы ең тәтті.
ең таза, ең шипалы деп айтсақ болады. Сонда бір қарасаңыз, бір кішкентай араға сан мыңдаған гүлдерге қонып жүріп, сол балды жинап, адамның игілігіне ұсынады. Сол секілді сиыр да жаңағындай ішек қарнның арасында қанмен жаңағындай жынның былай айтқанда қан мен жаңағы несінің ортасында нәжістің арасынан әппақ сүт шығады. Сүт те бір тазалық пен пәктіктің белгісі. Енді сүттің де өзінің қасиетіне тоқталатын болсақ, ана сүті деген дүние бар бізде. Жалпы алла тағала Құран кәрімде адам баласы мүмкін болса, денсаулығы мүмкіндігі мұршасы келсе, 2 жыл емізуін алла тағала өсиет етеді, ұсынады. Құранда айтып кеткен. Құранда айтқан себебі 2 жыл бойы сол ананың сүтімен адам баласының бойына адами ана арқылы, ананың сүті арқылы бүкіл қасиет дариды. Ол баланың иммунитеті күшті болады. Жалпы былай өмірде анасын толықтай 2 жыл емген адамның толықтай ембегенге қарағанда мейірімді болатындығына көз жеткізуге болады. Мысалға біз үйде 5 баламыз, сол 5 баланың екеуіміз, мысалы мен және бір бауырым 2 жыл толық емген, қалғандары жаңағы әртүрлі жағдайларға байланысты жаңағы сонда қарап салыстырып отырсаңыз, осындай бір айырмашылықты көруге болады. Одан кейін сүттің қасиетіне келетін болсақ, өзіңіз жақсы білетін Аяз биге бір жас жігіт келіп өзінің тұлпарын сынатады ғой. Сонда қарап отырып, мына сәйгүлігің мінсіз екен, сөз жоқ дейді, бірақ сиыр шалыс екен деп айтты. Оны қалайдан білдіңіз деген кезде, жаңа су кешіп өткен кезде артқы тұяғын серпейді екен деп айтты дейді. Рас айтасыз, құлын кезінде жетім қап енесінен мен сиырдың сүтімен өсіріп едім деп айтты дейді. Сонда қарасаңыз, сиырдың сүтін емгеннен кейін сиырдың сол қасиеті, мінезі, табиғаты жоғып тұрған көреді. Сосын бізде жаңа сүт бауыр деген дүние бар. Кішкентай баланың бір ананы мүлдем ұлты да бөлек болуы мүмкін. Бір ұл мен бір қыз бір ананы еметін болса, кішкентай мысалы 2 жасқа дейін деп айтайық, еметін болса, ол белгілі бір дәрежеден асқаннан кейін екеуі сүт бауыр болады, екеуі бір-бірімен үйлене алмайды. Айтқанда сүт бауыр болып, кәдімгі туған қарындас, іні, аға секілді екеуі бір-біріне үйлене алмайтындығын біз көреміз ба? Сондықтан да кезінде жаңағы ғалымдарымыз қалжыңдап айтады екен, бала негізінде 2 жыл емізу керек баланы. Ол сол 2 жыл бойы оған адами қасиет дариды. Біздің қазіргі уақытта әртүрлі себеп сылтауды желеу етіп, 1 жыл емізеді, 1 жылдан кейін сиырдың сүтін береді дейді екен балаға. Бала жалпы зерттеу бойынша 80% нағашыға тартады. Бұл байғұс бала сабақты қайтып оқысын, нағашысы өгіз болса деп айтады дейді екен. Сиырдың сүтін емгеннен кейін, немесе ешкінің сүтін емгеннен кейін, ол адамның бойына сол қасиет даритындығы анық. Ибн Халдунның айтқан сөзі бар. Жалпы дейді, мынау европалықтар доңыздың етін жейді дейді. Доңыздан олардың бойына мына қызғанбау деген қасиет дарыған дейді. Түркілер жылқының етін жеп, жылқының сүтін ішеді, қымызын ішеді дейді. Түркілерге жылқының 2 қасиеті дарыған дейді. Жаңағы ет арқылы, сүт арқылы. Біріншісі қайратты, қуатты, қарымды. Екіншісі қатал болады дейді. Онша жаны ашымайды дейді. Мейірімсіздеу болады дейді. Арабтар түйенің етін жеп, сүтін шұбатын ішеді. Арабтарға 2 қасиет дарыған дейді. Бірінші қызғаншақ дейді, екінші дөрекі дейді. Ал африкалықтарға зәңгі дейміз ғой, жаңағы қара нәсілдер, олар маймылдың етін жейді дейді. Оларға маймылда мына қасиет дарыған тұштағай келеді дейді. Сонда қарасаңыздар, жаңағы әнші бишілердің көбісі жаңағы Африкадан шыққандардың қарасаңыз ғана интернетте жүр ғой, жаңағы жаназасының өзінде жаңағы табыт тиығына салып билеп шығарғандығын біз көреміз. Сонда әлемдегі жаңағы Майкл Джексоннан бастап билеуші болуының жаңағы себебі сол астарын сол дүниені айтады. Сондықтан да біз жаңағы ненің етін жеп, ненің сүтін ішкен болсақ, оның табиғаты бізге әсер ететіндігі. Әсіресе ендегі ананың, біз адам баласы 2 жасқа дейін онша тамақ жей алмаймыз. Сондықтан ананың сүтіне мұқтаж болғаннан кейін ананың сүті арқылы һәм ананың сол жердегі емізіп отқан кездегі мейірім арқылы балаға үлкен дүниенің даритындығын біз көзіміз жетіп отыр. Керемет. Осы жауап арқылы Құрандағы 3 түрлі мұғжизаны айтып кеттіңіз, иә? Біреуі сиырдың сүтінің қан мен жынның ортасынан шығатын болса да тап-таза әппақ болуы, және оның иісінде де қан мен жаңағы нәжістің иісі байқалмайды ғой, тап-таза әппақ. Бұл бір. Екіншісі, жаңағы баланы 2 жылға дейін емізу, ол құпталатындығы Құранда айтылған, және бұл кейінгі ғылыммен де дәлелденіп отыр. 2 жыл емізген баланың дені сау болады, кальций көп болады дегендей. Иммунитеті мықты болады, иә. Рухани тұрғысынан һәм мейірімді болады. Иә, көбірек мейірімді болады. Және үшінші бір Құран мұғжизасын айттыңыз, ол шошқаның етін жеген адамға соның мінезінің сіңетіні да. Өйткені Алла тағала Құранда шошқаның етін былайша айтқанда харам деп тұр ғой. Әрине. Яғни соның етімен сіңетін болып тұр, иә, мінез. Енді келесі қойылатын сұрақ, бағана өзіңіз тілге тиек етіп кеткендей, Алла тағала Құранда олар түйеге
және оның қалай жаратылғанына қарамай ма дей отырып, түйе сияқты төрт түліктің ең ірі жануары секілді түйеден бастап отырып, сонау шыбын мен масаға дейін, тіпті масадан да кішісін мысалға келтіруден ұялмаймын деген ғой. Осының хикметі не? Енді мысалға алдыңызға бір сүйрет қойылса, салынған, сіз сол сүйреттің мықтылығынан сол сүйретті салған сүйретшінің шеберлігін байқайсыз. Иә. Сол секілді Алла тағаланың үлкенді кішілі жаратқан біздің көзіміз көретіні бар, көрмейтіні бар. Микроскоппен көретініміз бар, көре алмайтынымыз бар деген секілді жаратылған нәрселерінде Алланың құдіретінің, Алланың ұлылығының белгісі жатыр. Түйені айта кетейік, ол түйе де біздің ұлтқа жат дүние емес. Біз көшпелі халық ретінде түйені өте көп қолданғанбыз. Түйемен өміріміз тікелей байланысты. Түйенің қомында, жылқының жалында, былай айтқанда бабаларымыз күн кешкен. Төрт түлікті төресі. Түйенің өзінің жаңағы көзінің жаратылысының өзінде жаңағы шөлде сол жердегі дауылға төзімді екендігіне, жаңағы белгілі бір қабаты жаңағындай жауап тұрған кезде көзіне ешқандай зиян көрмей, бірақ жаңағындай көріп ары қарата жүре беретіндігі, және бәленбай уақытқа дейін су ішпей төзіммен жаңағындай жүруінің өзінде айтқан кезде Алла тағала түйені сондай бір күшті қылып, төзімді қылып, қайратты қылып жаратқандығына біз көзіміз жетеді. Ал енді жаңа маса шыбынға келетін болсақ, жаңағы шыбынның өзінің жаңа бәленбай жерден бір иіс шықса, жаңағындай әп сәтте жетіп келетіндігі, оның жаңағындай жаңа қазіргі мықты фотоаппараттарын түсірген кезде бәленбай көзінің жаңа қанатының несінің барлығын қарасаң, сұмдық бір озық үлгідегі бір технологияны оны әлі жете алмайды. Шыбынның өзін жасай алған жоқ. Шыбын оны жасай алмайды. Масаның жаңағындай адамның жаңағы терісіне қонған кезде қай жерден қанды білдіртпей, ауыртпай, жаңағы тұмсығын сұғып жіберіп, анализ жасап, бәрін жаңағындай сорып алуының өзінде Алла тағаланың жаратқан құдіретін көруге, байқауға, түсінуге әбден болады. Бір ғалымның айтқан сөзі бар еді, кез келген Алла тағаланың жаратылыстарына қарай отырып, оны бір әйнек деп елестетуге болады дейді, ар жағынан Алла тағаланы көресің дейді да. Кез келген Маулана Джалалуддин ар-Румидің сөзі бар. Құранға көзіңмен қарасаң, әріпті көресің дейді. Ақылыңмен қарасаң, ғылымды көресің дейді. Жүрегіңмен қарасаң, Алланы көресің дейді. Маулана Джалалуддин ар-Руми деген адамзат тарихындағы үлкен ғалымдардың бірі, бүкіл әлем мойындаған. Сонда қарасаң, сөзі қандай керемет. Көзбен қарасаң, әріпті көресің, ақылмен қарасаң, ғылымды көресің, жүрекпен қарасаң, Алланы көресің дейді. Керемет. Алланы көресің. Мысалға Абай атамыздың өзі қара сөзінде жаңа айтады, адам баласының жаңағы көзінде кірпігі шаң тозаңды қаға берсін қылып жаратқан. Одан кейін маңдайдан аққан терді көзге түсірмей ұстап тұрған қасы, көзінің астындағы мұрны, мұрнының астындағы аузы, жейтін тамақты көзбен көріп, мұрынмен иіскеп, сөйтіп барып жаңағындай дәмін сезіп барып жейді. Неге енді ойлаңыз, енді аузымыз желкемізде болатын болса, мұрнымыз иығымызда болатын болса, тамақ жеу үшін жаңағындай бүйтіп қолымызды иыққа бір апарып, одан кейін артқа бір апарып әуре болатын. Сонда қарасаң, Алла тағаланың бәрі оймақтай қылып жаңа жұмыр басымызға һәм көзімізді, кірпігімізді жаңағындай бәрін жаратып қойып, сондай сол жердің өзінде жаңа Алла тағаланың ұлығы бар. Сол жаңағы Сократ хакимнің сөзі деген жерде Сократ хаким өзінің Аристотель деген шәкіртінен сұрайды, осы сенің таңғалып ғажайыплануға лайықты өнерін ерекше мойындаған адамдар бар ма? Толып жатыр Хазірет дейді. Кім десе жаңағындай Софокльге байытшылығы себепті дейді. Зевсиске сүйретшілігі себепті мен таңғалам, мойындаймын дейді. Сонда айтады, сен енді бір жансыз нәрсені жаратқанға ерекше ықыласың алып мойындап тұрсың, жан жаңағы айтқан нәрсеге келбет беріп, оған жан бергенді қалай сен мойындамайсың деп жаңағы өздерінің философиясын келтіретін дүниесінің өзі Алла тағаланың құр жай ғана мүсін емес, сол мүсінді қозғалатын, көретін, сезетін, еститін, һәм қуанатын, һәм жабығатын қылып жаратуының өзінде ұлы күштің, ұлы құдіреттің бар екендігін былай айтқан кезде түйсігі бар адамның ұғуы, түсінуі қиын емес негізінде. Керемет. Сондай Алла тағала Құран-ы Кәрімде адам баласын сондай бір көркем бейнеде жараттық деген аят бар екен. Яғни осыны зерттей келе, осы жақында ғана оқып қалдым. Адам бойындағы бүкіл қан тамырларын бір тізбекке тізетін болса, 93 мың шақырымға созылады екен ғой. Сонда онымен бүкіл жер шарын 2 рет орап шығуға жетеді екен да.
Енді қарасаңыз қарапайым құлаққап дейді ғой жаңағы наушник, 1 метрге жетпейтін, соның өзі күнде шатасып жатады ғой. Әрине. Өзіміз түсіріп отырған жаңағы петличкамыздың өзі шатасып қалып жатады. Бірақ 96 мың шақырымға жететін қан тамырларын шатастырмай, барлығын сонда өмір бойы жұмыс істетіп тұрған Алланың құдіретіне жаңағы таңғалмасқа шара жоқ. Жүректің өзі жаңағы Алла берген ғұмырдың соңына дейін дамылдамай, тоқтамай біз ұйықтап жатсақ та, жаңағы соғып бүкіл денеге жаңа сіз айтқан шақырымның барлығына қанды айдап тұруының өзі Алла тағаланың жаңағы ұлылығының, құдіретінің мойындауға жетеді дейсіз ғой. Мысалы енді қазір бірдеңкені мысалға қолданып жүрген кез келген дүниені сырып алсаңыз, сындырып алсаңыз, ол жаңағы дүниені жасаған күннің өзінде бұрынғыдай болмайды. Немесе ауыстыру керек деген секілді. Біздің бір жерімізге жаңағындай кесік кетсе, қарап тұрсаңыздар, сәт сағат деген кезде сол жер былай айтқанда жазылып, қайтадан жаңағындай өзінің қалпына келетін өзі Алланың мейірімі, Алланың құдіретінің екендігін ол енді көз жеткізу қиын емес оған. Альхамдулилля. Осылардың барлығы әрине Құран мұғжизасы, Алланың құдіреті екенін дәлелдеп тұр. Бағана сөз басында айтқандай, Алла тағала осы күн мен түннің жаратылуында, аспан мен жердің жаратылуында ақыл иелері үшін белгілер бар деп кетті ғой. Осы ақыл иелері деген кім? Ақыл иелері деген, бірінші ақыл деген сөзге тоқталайық. Ақыл деген сөздің екі түрлі мағынасы бар екен. Біріншісі, кез келген адамның жете алмайтын биік таудың шыңындағы қамал деп айтады екен. Сөздік мағынасы. Екіншісі, түйенің шідерісін ақыл деп атайды екен. Қарап тұрсаңыздар, неге енді ақылға осы сөзді қолданады деген келетін болсақ, түйені қаңғып, адасып жоғалып кетпей ұстап тұрған нәрсесі шідер екен. Сіз есік алдына шідерлеп қойатын болса, түйеңіз алысқа кетпейді. Тұсаулап дейді ғой, иә? Тұсаулап, тұсау деген енді екі аяқ болатын, шідер деген алдыңғы екі аяқпен қоса артқы бір аяғын байлап қойған шідер. Сонда қарасаңыз, түйе жоғалып кетпей, адасып кетпей, ұстап тұрған шідері болса, адам баласының адамдық кейіптен шықпай, арсыздыққа, ұятсыздыққа, жамандыққа жібермей тұрған нәрсесі ақылы. Егер ақыл болмайтын болса, жаңа әртүрлі нәрсені істеп, Құдай оның бетін арқысын жаңағы малдан да төмен болып кетуі мүмкін. Егер ақылын қолданбаса, ақылына ерік бермесе, сондықтан да сол түйені жоғалтпай ұстап тұрған шідері болған секілді адам баласында адамға кейіпте ұстап тұрған ақылы. Екіншісі жаңағы айтып отқаным сияқты биік шаудың басындағы шыңы. Сондықтан да ақыл деген нәрсе адам баласының табиғатындағы Алланың берген үлкен ұлы сыйы. Және ақыл арқылы адам баласын Алла тағала өзге жаратылыстардан үстем қылды. Себебі дін исламдағы жауапкершілікті жүктеген кездегі шарттың басында бірінші ақылды болу тұрады. Ораза ұстау үшін, намаз оқу үшін және басқа жаңа тыйым бұйрықтарды орындау үшін бірінші шарт ақылды болу керек. Екіншісі балиғат жасына толған болу керек. Үшінші мұсылман болу керек. Айтқанда осы үш шарт болмаса, оған жауапкершілік жүктелмейді. Көрдіңіз бе? Сондықтан да жаңа мысалы ақылы жоқ адам намаз оқу, ораза ұстау, зекет беру, қарыздыққа бару және де басқа арыз жаңа тыйым әмірлерге ол айтқан кезде не емес, мүкәлләф емес. Сол үшін ақыл. Сол үшін де ақыл болғаннан кейін сол ақылды біз һәм шынықтыруымыз керек, һәм ұлғайтуымыз керек, һәм дамытып оны барынша қолдануымыз керек. Ақылға нәр беретін дүние әрине ол хикмет, Алланың кәләмі, пайғамбарымыздың хадисі, ғалымдарымыздың білім мұрасы, ол ақылға нәр беретін, ақылды ұлғайтатын, ақылды шынықтыратын дүние. Жаңа Ибн Халдун айтқан сөзі бар, адам баласының миы, ақылы тас термені секілді дейді. Үнемі сен оған салып тұрмасаң, ол өзін өзі үгітіп тастайды дейді. Сол үшін де пайғамбарымыз хадисінде айтады ғой, екі күні бір-біріне ұқсаған адам алданған адам дейді. Сондықтан да біз кешегі білген дүниеге бүгін үстіне бірдеңе қоспасақ, біз бұл күніміз айтқан кезде босқа өтті. Оймен өмір сүру керек қой, яғни оймен жаңағындай өмір сүруіміз керек. Сондықтан да осы Алла берген сыйды, ақылды, ақ пен қараның, жақсы мен жаманның ара-жігін ажырататын қабілет бұл енді ақыл ғой. Сондықтан да осы қабілетті біз ары қаратай дамытып күшейтіп, Алла тағаланың бізге ғибрат ретінде ойлансын деп берген дүниелердің бәрін ойланып, бұл неге, не үшін, не себепті деген сұрақтарды қою арқылы біз соның астарына үңіліп, хикметін түсініп, ары қаратай һәм рухани өмірімізде, һәм күнделікті тіршілігімізде оны іске асыратын болсақ, біз қай жағынан болсын жаман болмаймыз. Керемет. Осы жақында ғана журналистік зерттеу барысында мынандай бір деректерге үңіліп көрдім. Қазір енді жаңа ағылшын ғалымдары тастың ішінен де су шығып жатқанын дәлелдеп жатыр да. Сондай жаңа тастың ішінен кейбір жерлерде жаңағы кәдімгі су атқылап жатыр ғой кәдімгі. Сөйтсек, бұның өзі Құранда айтылып қойған екен да, кейбір тастардың ішінде су болатындығы. Соған таңғалып, таңдай қағамыз ғой былайша айтқанда. Сондай жаңағы судың да жанатыны,
судың бойында егер жануға тиісті атом бөлшектері көбірек болса ол суда жанады екен да жаңағы. Осының өзі Құранда айтылып қойғанын білгенде кәдімгі таңғаласың да. Сондай-ақ сізге қойылатын келесі сұрақ, Құранда Алла тағала жаңа енді түйені айттық, олар аспанға қарамай ма, олар жерге қарамай ма қалай төселгенін, олар тауларға қарамай ма қалай қағылғанын, олар жаңағы менің жаратылыстарыма қарамай ма деп көптеген сұрақтар қойып кетеді ғой. Осы сұрақты қоюының себебі неде? Екінші сұрақ, біз енді бұған дейін тауды көріп жүрміз, тасты көріп жүрміз, сонда біз дұрыс қарамай жүрміз ба, қалай қарау керек? Біз енді айтады ғой жаңағы ұстаға бір ағашқа қараса, ол жерден бір керемет бір бұйым дүние көрінеді. Отыншыға қарайтын болсаң, отын ғана көрінеді, апарып жағатын. Иә. Көрдіңіз ба? Сондықтан да Абдулла ибн Масудтың айтқан сөзі бар. Құранда бүкіл нәрсе бар, бірақ әркім әр уақытта ол нәрсені көре алмайды дейді. Сол секілді Алла тағаланың жаратқан дүниелерінің барлығында біз байқамай қалатын дүниелер бар. Мысалға, сіз көшедегі бір көлікке қарауыңыз мүмкін, белгілі бір нәрсені байқамайсыз. Бірақ ол кісілер көлікті сатып алатын болсаңыз, сіз оған басқаша қарайтын боласыз. Мән бере бастаймын ғой. Жаның адамдар шақырып тұрып, жаңа бүйтіп тұрып, қай жер краска, қай жер краска деген секілді. Сол секілді бізде Алла тағаланың жаратқан әрбір дүниесінен ғибрат алуға, білім ізденумен қарайтын болсақ, ол жерден біз үлкен дүниелер көреміз. Қазақтың сөзі бар, Құдайдың құдіретін көргің келсе тауға бар дейді. Тауға бар дейді. Енді таудың өзін Алла тағала жер бетіне қазық қылып жаратқандығы туралы, қаққандығы туралы айтылады. Себебі сол тау арқылы жердің өзінің өсінде белгілі бір дәрежеде я жылдамдатпай, я жаңағындай баяулатпай айналып тұрғаны сол таудың да өзінің ерекше ықпалы болса керек. Соның ішінде тау Алла тағаланың құдіретінің белгісі, тау адам баласының Алла тағаланың жаңағы біздерге ғибрат ретінде жаратқан дүниесі, үлкен дүниесі деген секілді. Тау сөзі де біздің қазақта ерекше өзінің орнын алады. Бұрынғы аталарымызға барып ассалаумағалейкум ата десек, екі түрлі бата береді бізге. Қысқа нұсқама. Бірінші молда бол деген бата береді, екінші таудай бол деген бата береді. Көп жерде біз таудай бол деп бата береді. Сонда жаңағы ғалымдарымыз айтады екен, енді қазақ халқының даналығының бір астарына үңілетін болса, сонда ақсақалдар таудай бол деген кезде құр жай ғана тастан тұратын тауды айтып отқан жоқ бұл жерде. Таудай бол дегенде ғалымдарымыз айтады екен, таудың 4 қасиеті бар дейді. Біріншісі, тау ыстыққа еріп кетпейді дейді. Екіншісі, тау қатты желге боранға ұшып кетпейді дейді. Үшіншісі, тау суыққа тоңып қалмайды дейді. Төзімді. Иә, тоңбайды. Тоңбайды дейді. Жаңа қарасаңыз, ыстыққа ерімейді, суыққа тоңбайды, желге ұшпайды. Керемет. Сел болса ағып кетпейді дейді. Сонда қазақ таудай бол деген кезде жаңағындай суық күнде жасыма, ыстық күнде тасыма, басыңа сел секілді бәле келген кезде тау секілді берік бол, сабырлы бол деген секілді. Сонда қарасаңыз, бір сөздің астарында үлкен дүниелер жатыр. Бұны енді ислам ғұламалары сондықтан қарасаңыз, таудың өзінде осындай біз білетін және біз білмейтін көптеген қасиеттерінің барын біз білеміз. Керемет. Яғни айналамыздағы Алланың жаратылыстарына екі көзбен емес, көкірек көзбен қарау керек болып тұр ғой. Көкірек көз жайлы дейді қазақ. Көкірек көзі. Көкірек көз енді көкірек көзі ашық екен деп жатады ғой. Көкірек көз деген енді интуиция дейді бір шетінен жаңағы білім айтқан кезде білім арқылы, ғылым арқылы ашылатын адам баласын тағы да қабілеті ғой ол. Ішінде Алла тағала әркімді әртүрлі қабілетпен жаратылған, сосын және әркімді әр салаға қабілетті жаратқан. Сондықтан да сол саланың дүниесімен өткенде біздің осы университеттің жаңа физика саласының профессоры айтады, анау көзге көрінбейтін атом, молекула бөлшектерінің жаңа зерттеп үңілген кезде олардың тәртібі, олардың орналасуы, олардың табиғаты Алла тағаланың барлығын, бірлігін, құдіретінің бар екенін сайрап тұр дейді. Сайрап тұр дейді. Көкірек көз болса, иә? Оны мойындамау мүмкін емес дейді. Иә. Мен физик ретінде айтып тұрмын дейді. Жаңа оны қараған кезде Алланың ұлылығын мойындамау мүмкін емес дейді. Мойындамау үшін әдейі мойындамау керек, тәкаппар болу керек. Қасарысып, бар нәрсені жаңағындай мойындамау ғой енді. Әйтпесе айтқан кезде мойындамауға шара жоқ дейді. Керемет. Енді сондай-ақ Құран мұғжизаларының бірі ретінде перғауын денесінің сақталуы жайлы көп айтылады ғой. Мысалы, қаншама перғауын өмір сүрген, бірақ дәл Рамзес есімді перғауынның денесі, яғни Мұса алейхиссаламмен арадағы болған оқиға сол екеуінің арасында болған дейді тарихшылар.
осы дененің сақталып қалуда Құран мұғжизасы деп жатады ғой. Осы жайлы не айтасыз? Енді Мұса пайғамбарды артынан қуып шығып Қызыл теңізге батады ғой енді. Сол кезде енді Алла тағалаға қарсы шығып, бірақ соңғы демінде иман етті, бірақ енді ол кеш болды дейді ғой. Сонда жаңағы ғибрат ретінде біз сенің жаңағы денеңді сақтаймыз деген аяттар ғой кейінгі ұрпақтарға. Себебі бұл перғауын күпірліктің, тәкаппарлықтың символына айналған адам да. Өзінің жаңағы сол кездегі билігімен, салтанатымен, өзінің қолындағы құдіретімен, сол кездегі өлшеммен алғанда, билікпен алған кезде өзін құдай деп, құдайға теңестіріп, жаңағы Алла тағаланың пайғамбарына, ақиқатына қарсы шығып, өмірін соған арнап, сөйтіп жүріп жан тапсырған адам ғой. Сонда қарасаңыздар, сондай адамның арты қалай болады? Кейінгі ұрпаққа сендер ғибрат алыңдар, түсініңдер, көріңдер деп. Жалпы анау Құранның аяттарына жер бетін кезіңдер, бұрынғы өткен қауымның соңғы қалай болғанын ғибрат алыңдар дейді. Сонда қарасаңыздар, саяхат жасаудың өзі, жер бетін аралаудың өзі үлкен ғылымға, адамның санасын көкжиегін кеңеюіне бізге жол ашады. Сонда қарасаңыздар, сол жаңағы ағылшынның ғалымның өзі соны зерттеу барысында Рамзес екендігіне көз жеткізіп, мен жаңағы сұмдық бір жаңалық аштым деген кезде, сол уақыттағы мысырлықтар дейді, оның несі жаңалық дейді, ол Құранда айтылған деген кезде, соны барып екеуін салыстырып барып, сол кісінің жаңағы мұсылман болғандығына туралы жаңағы мағлұматтар келеді ғой. Таңғалып жаңағы. Таңғалып, енді өйткені өзі жетіп тұр оған, көзі жетіп тұр. Мына жақта айтылып тұрғаннан кейін бұл қалайша деп мойындамауға шарасы. Сосын жаңағы ағылшынның жаңағы несі бар, көп айтады ғой, жаңағы поп музыкантын жаңағы суға батып, сонда жаңағы бүкіл жан тәнімен, я Алла, мені аман есен құтқарсаң, мен жаңағы пенделіктен тыйыламын деп, кейін жаңағы аман есен шығып жағадан оянып, кейін қайтадан сол баяғы өзінің қалпына түскеннен кейін Құран кәрімдегі жаңағы біз басына қиындық түсіп батқан кезде бізге жан тәнімен сыйынып бізден көмек сұрап, кейін біз оларды құтқарғаннан кейін қайтадан өзінің пенделігіне барады деген аятты оқығаннан кейін исламға келгендігі туралы. Юсуф ислам беді аты сол кісі, ағылшынның поп музыканты, исламды қабылдайды. кейін мұсылман. Сол аятты көріп ақиқатқа көз жетті, себебі өзі батты ғой. Сол оқиғадан өзі өтті да, содан кейін сөйтіп мұсылман болғандығы айтылады. Жаңа перғауын денесінің қазіргі уақытта Лондон мұражайында тұруы, сосын оны зерттей келгенде перғауын денесінің мумияланбауы ең үлкен жаңалық болып тұр екен да. Басқа денелердің бәрі мумияланған, оның өзінде тек қана сүйегі, құймышағы ғана жеткен ғой. Бірақ дәл осы перғауынның денесі мумияланбаса да, бүкіл сіңір еттеріне дейін, шашының түктеріне дейін, үстінің денесінің түктеріне дейін, шашының жаңа талшықтарына дейін сақталған дейді да, және бір сәжде жасап отырған сияқты болып сақталған дейді да жаңа. Жаңа құймышақ демекші, уджбудзам деген құймышақтың ұшындағы сүйек туралы айтылады ғой енді. Бұл да бар ма Құранда? Хадистерде келеді. Енді хадис пен Құранды біз бөле жармаймыз әрине. Мынау Осман мемлекетінің соңғы дәуірлерінде Европада бір миллиардер дүниеден өтіп, сөйтіп жаңағы мұраға талас болады. Енді көп ақшасы өте көп, талас болғаннан кейін сырттан бір адам шығады, айтады, бұл да менің әкем дейді. Мен айтқан кезде некесі оның туған баласымын. Некесі болса да менде оның мұрасына айтқан кезде үлесім, пайым бар деп таласып, кәдімгі үлкен дау айналып, жаңағы сотқа жүгінеді. Содан жаңағы енді ол кезде әлі ДНК-мен кім-кімнің баласын анықтау екен әлі дамымаған, ашылмаған уақыт. Сонымен жаңағы Европаның ғалымдары ары қарап, бері қарап, бұның шешімін таба алмайды. Соны айтады, не болса да бір мұсылмандар сұрақ көреді, бір білсе солар біледі дейді. Сол уақытта жаңағы Османның жаңағы бас қазысы Омар Насухи Билмен деген кісі болған. Осы жаңағы сұрақ соның алдына келгенде айтады, оның қиындығы түгі жоқ қой дейді. Бірақ ол үшін ана өлген адамды қазу керек болды дейді қайтадан. Қазасыздар дейді. Сөйтіп жаңағы құймышағының ұшындағы сүйекке ана баласымын деп жүрген адамның және өзінің баласының қанын тамызасыңдар дейді жаңағы алып. Өзінің баласының қанын ол еміп алады, былай айтқанда сіңіреді, ана өзінен болмаған қан оған сіңбейді дейді. Сөйтіп жаңағы изгумация жасап, жаңағы алып құймышақтың ұшындағы жаңағы сүйекке тамызған кезде жаңағы өзінің жаңағы отбасында өскен баланың қаны тамады, жаңағы жұмсақ матаға сіңгендей сіңіп кетеді. Анау кейіннен жаңағы менің әкем деп жүрген бүйтіп тамызған кезде үстіне бүйтіп тұрады да ағып кетеді. Содан жаңағы ананы мұралықтан қаққан деген дүниені айтады. Құймышақта да бір сыр болып тұр ғой. Енді әрине ол жаңағы бекер айтылмайды ол дүниелер.
Керемет. Сондай ақ алла тағала Құранда мына екі теңіздің бір-біріне қосылмайтындығы, ортасында перде бар екендігі жайлы айтқан. Ол кейінгі ғасырларда зерттеліп отыр. Осы жайлы пікіріңізді білсек. Енді Ар-Рахман сүресінде біз жаңағында мараджал бахрайни алтақиян, біз екі теңіздің ортасына перде қойдық дейді ғой. Енді перде деген қарасаңыздар, жаңа мына жерде перде тұр. Қазір пердені көлегейлеп қойғаннан кейін даладағы күн сәулесі, жарығы бізге қарай түсіп тұрған жоқ. Ар жақты айтқанда бөгіп тұр. Сол секілді 69 жылы Қызыл теңізде бұл оқиғаны, бұл құбылысты немістің ғалымдары байқаған екен, бірақ енді ол кезде ол әлі бүкіл әлемге жайылып ондай бір сенсацияға айналған жоқ. Кейін капитан Кустоның, әсіресе біз бала кезде көп телевизордан көрсететін, ол капитан Кустоны Гибралтар бұғазында Ақ теңізбен, енді Ақ теңіз, Жерорта теңіз деп жатамыз, ар жағындағы Атлант мұхитының Гибралтар бұғазындағы сол пердені байқап, ар жақтың теңіздің, байқында Атлант мұхитының суының тұз мөлшері, мына жақтағы Жерорта теңізінің су жаңағы тұз мөлшері, оның жаңағында судың құрамы, сол жердегі мекендейтін тіршілік иесінің де бәрінің мүлдем бір-бірінен басқа екендігі. Қарасаң былай айтқан кезде қазір мысалға бір шыныға сүт пен чайды қойып, қасықпен бір араластырып жүрсең, былай айтқан сүті қайда, су қайда, немесе кофесі қайда, сүті қайда, қанты қайда араласып кетеді ғой. Қарап тұрсаңыздар жаңағындай таудай толқындар туады. Күні жаңағы ары бері жаңағындай тұрған дүние ғой, ол араласу керек, бірақ алла тағала ол жерге перде қойғаннан кейін ол жердің жаңағы суының дәмі де, тұзы да, тіпті бір-бірінің жаңағындай тіршілік көз жәндіктер де араласпайды деген жаңағы тұжырымға келіп, мен бір сұмдық дүние аштым деп, ерекше қуанып, желпініп неткен кезде Құрандағы осы аятты оқып, ол аятты зерттеп, сол жерде капитан Кусто мұсылман болады. Енді капитан Кусто деген өзінің өмір ғұмырын сол теңізді, су дүниесін зерттеумен айналысқан кісі ол, көшеде жүрген кісі емес, ол бір мырқымбай емес ол. Сондықтан да ондай кісілердің жаңағы көз жеткізіп мұсылман болуының өзі Құранның ақиқат екендігінің дәлелдерінің бірі. Керемет. Енді осы подкасттағы сұхбат барысында бір нәрсеге қаттан қалып отырмын. Не нәрсе сұрасам да Құраннан тауып беріп отырсыз. Сонда біздің шариғатымыз, ұлы кітап Құранымыз барлық сұраққа жауап беріп қойған ба? Енді былай ғой, бұл жерде барлық нәрсенің бар деп жаңағы ананың салмағы, мынаның мөлшері емес, бұл жерде соған кілттер ишараттар дейді ғой, ишараттар, кілттер, негіздер айтылған. Мысалға бір оқиға өтеді, бір мұсылман ғалымы жаңағы Құранда бәрі бар деп уағыз айтып тұрған кезде, сол кездегі бір философ, атеист философ, жаңағы мұсылманды сөзінен ұстамақшы болып айтады, Құранда бүкіл нәрсе бар ма дейді, бар дейді. Айтылған ба дейді, айтылған дейді. Олай болса дейді, анау кетіп бара жатқан наубайшының қабында қанша нан бар екен, Құраннан маған соны айтшы дейді. Жаңа Абдулла ибн Масғудтың айтқан сөзі, Құранда барлық нәрсе бар, бірақ әр уақытта барлық адам оны көре алмайды деп. Жақсы дейді да, барады да, жаңағы наубайшыны тоқтатып, қабында қанша нан бар дейді. Пәленше нан бар дейді. Пәленше нан бар екен дейді. Сонда айтады, мен саған оны барып сұра деп айтқан жоқпын дейді. Мен саған Құраннан айт деп айттым. Сонда айтады, Құранда айтылған дейді. Білмесеңдер білгендерден сұраңдар деген аят бар. Сонда көрдіңіз ба, білмесеңдер білгендерден сұра деген аятта, көрдіңіз ба, көп нәрсенің жауабы жатыр. Бәріне жауап сияқты ғой. Барасың, жаңағы қанша бар сұрайсың. Мысалы, сол кезде оның жауабы. Сен қарасаңыз, білмесеңдер білгендерден сұра дегеннің астында сол негізде, сол жүйеде көптеген сұрақтың жауабы жатыр да. Керемет. Әйтпесе оны жаңағы анау да бар, мынау да бар дейтін болса, қазір ол миллион том кітап болады, оның барлығын сезе алмайсың ол сен, дұрыс па? Сондықтан да негіз кілт болған кезде, сен сол кілтті, негізді қолдану арқылы қай заманда, қай дәуірде, қай жағдайға, қай шартқа байланысты сен оны дұрыс білсең, сол кілтпен есікті ашып, сол мәселені шешіп кете бересің. Керемет. Яғни екі этаж үй салатын болсақ, мәселен оған қанша цемент кетеді, қанша жаңағы арматура кетеді деген мәселені сонда жақсы білетін маманнан сұраймыз, болды ғой. Құрылысшыдан, сіз архитектордан, құрылысшыдан сұрайсыз. Мал бағатын болсаңыз, өмір мал баққан кісіден сұрайсыз. Егін еккен болсаңыз, жаңағындай егіншіден сұрайсыз деген секілді дүние. Сондықтан қарасаңыз, бір аяттың өзі көп дүние жатыр да. Керемет. Енді өзіңіз, Ернар мырза, өзіңіз енді ғылым саласында жүрсіз. Жалпы біз айтамыз ғой, бүкіл ғылымның негізі Құранда жатыр. Және ең алғашқы ғылыми жаңалықтардың барлығы мұсылмандар ашқан дейміз ғой. Әл-Хорезми, Әл-Бируни, Ибн Сина, қаншама ғалымдар тізбектеп кете беруге болады, бірақ уақыттың өтуімен осы бір ғылыми ашылуларды европалықтар, қытайлықтар деп айтайықшы қазір пайдаланып кетіп, қазір былайша айтқанда бүкіл әлемді таңғалдырып жатыр.
енді мұсылмандар сол бұрынғы ренессанс дейді ғой, жаңағы бұрынғы дәуірдегі ғылым ашатын неге қайттан келу үшін осы Құранға қаттырақ байлану керек па, қалай сол дәуірге келе аламыз деген мәселе ғой. Енді алла тағаланың бір өмірге қойған бұлжымайтын заңы бар, суннатулла дейді. Кім еңбектенсе, кім тіршілік жасаса, кім қажыр қайрат жұмсаса, табыс соған береді. Сол жетістікке жетеді. Ал сенің жүрген жолың қаншалықты дұрыс болса да, ұстанымың қаншалықты ақиқат болса да, сен егер сол жолда маңдай тер төгіп, көзің майын тауысып еңбектенбесең, тұрған жеріңнен саған жетістік келмейді. Сондықтан да біз бұл жолда рас бұрынғы бабаларымыздың жетістігін әлем мойындаған, ол жаңағы ашсаң тарих парақтарында толып тұр. Оған ешқандай талас жоқ, оған ешқандай дау жоқ. Бірақ қазақта бір керемет сөз бар: сенің бұрынғы бабаларыңның жасаған ерліктері саған медет болуы мүмкін, бірақ бүгін дәулет болмайды дейді. Сондықтан да бізде не істеуіміз керек? Еңбектенуіміз керек, сол жолда ізденуіміз керек. Сол жерде тырысатын болсақ, еңбектенсек, ізденетін болсақ, зерттеу жасайтын болсақ, біз де ол жетістікке жетеміз. Сондықтан да біз бұл жерде көп еңбектенуіміз керек, қажыр қайрат жұмсауымыз керек, айтқан кезде тіршілік жасауымыз керек. Сол кезде иншалла ол болады. Енді мысалға айтайық. Және бізде мотивация болып тұр ғой. Құран мен хадисте бәрі айтып тұр. Әрине, оның барлығы ол бізде негіз бар. Бізде тамыр бар. Содан сәл кішкене бүйтіп қазір былай айтқан кезде сөз бар ғой, дінің ақиқат болса, неге сен табысты болмайсың, неге сен бай болмайсың, неге сен жаңа технологияда андай болмайсың деген секілді. Былай ғой, жалпы біз не істеуіміз керек? Сол дінге сай өмір сүруіміз керек, сол діннің қағидаларын толық орындауымыз керек. Сол жолда еңбектенетін болсақ, біз де табысқа жетеміз, біз де сол жетістікке жетеміз. Мұсылмандардың артта қалуының себебі мұсылман болған үшін емес, мұсылман бола алмағандық үшін, лайықты дәрежеде мұсылман бола алмаған үшін біз көштің соңында қазірге қалып. Бірақ уақыт келеді, сәті келеді, бұйырса ел іші алтын бесік деген мұсылмандардың арасында да үлкен азаматтар бар. Соның бір мысал ретінде Селжук Байрактар деген азаматты мысалы қазір көп айтып жүр. Ол да мысалы қазір байрақтар жасап, әлемдегі соғыс айтқан кезде қалыптасқан тәртібін өзгертіп жатыр. Үлкен дәрежеге һәм байлық тұрғысынан, һәм технология тұрғысынан, һәм білім тұрғысынан үлкен дәрежеге жеткен азамат. Сол секілді ізденсек, талпынсақ, біз бұйырса әлі айтқан кезде әлі соң емес қой. Талай шыңды бағындырамыз дейсіз ғой, талай биікте. Әлбетте. Енді Ернар мырза өте керемет айтып отырсыз. Өзім де біраз жаңа мағлұматтарды біліп ғибраттанып отырмын. Енді қорытынды ретінде қойылатын сұрақ, біз енді бұған дейін мысалы тауды көрсек, мына тау қандай керемет деп, мысалы биік ағашты көрсек, мына ағаш жап-жасыл екен, немесе жаңағы басқа да Алланың жаратылыстарын көрсек, мынау қандай керемет деп қана сонымен шектелетінбіз ғой. Енді жаңа оны көкірек көзбен қараған кездегі, ойлы көзбен қараған кездегі нәтижесінде аузымыздан шығатын сөз қандай болу керек? Жалпы бүкіл нәрсенің барлығында, болуында Алла тағаланың құдіретінің, ұлылығының, бірлігінің белгісі бар. Енді аят деген сөздің өзі белгі деген мағынаны білдіреді ғой. Мысалға сіз айтайық, бір мына жерде сурет тұратын болса, ол сурет авторсыз болуы мүмкін емес, өзінен өзі бұл жерде болмайды. Ол өзінен өзі болмайды. Оның бір авторы бар. Ол авторы бар. Ол қаншалықты мықты болса, қаншалықты әдемі болса, қаншалықты шебер болса, оның авторы да соншалықты дәрежесі мықты болады. Сондықтан да жаратылған бүкіл нәрседе, табиғатта болсын, жан-жануарда болсын, біз сұмдық бір жүйені, тепе-теңдікті, кереметті көреміз. Демек, соны жасап тұрған, соны іске асырып тұрған, құр ғана жасап тұрған емес, оны ары қаратай сол нәрсенің жүзеге асып, оның жалғасып тұрған, сақтап тұрған, оған қадағалап тұрған, бағындырып тұрған бір ұлы күштің бар екенін біз білуіміз керек, түсінуіміз керек. Және сол жерде біз сол құдіретті көрген кезде, соған тамсанған кезде, жаңағындай Алла ұлық, Аллаху акбар, немесе Субханалла, Алла тағала кемшіліктен пәк, осының бәрін меңгеріп жаратқан, осының бәрін сақтап ұстап тұрған, бостан-босқа жаратпаған деп мысалға, немесе машалла деген секілді сөздер, мысалы Алла тағаланың жаратылуындағы еркі қандай деген секілді. Сондықтан да бұл жаңағындай керемет, Алланың кереметтігін біз мойындауымыз керек, түсінуіміз керек. Сол жерден сол
тафаккур деген дүние бар. Иә. Сол жерден қарап алла тағаланың ұлығына көзімізді жеткізіп, алла тағаланы тағы да ұлылайтын болсақ, оның өзі ғибадат, оның өзі құлшылық, оның өзі былай айтқан кезде кейбір нәпіл ғибадаттан оның дәрежесінің артық болғанын білуіміз керек. Сондықтан да ақылды ойды қолдану үлкен дүние. Сол үшін пайғамбарымыз хадисінде айтады, ғалымның ұйқысы наданның ғибадатынан артық дейді. Ғалымның ұйқысы, сонда қарасаң, ғалымның ұйықтап жатқанның өзінде не бар екен? Сауап бар. Иә. Ұйықтап жатқанның өзінде сауап бар. Сол үшін де ол білім иесінің, білім адамдарының дәрежесі жоғары. Себебі пайғамбарымыз хадисінде айтады, менің мұрагерлерім ғалымдар. Мен алтын күміс мұраға тастамаймын. Мен білім, ғылым, ғибрат, хикмет тастаймын дейді. Сондықтан да ғалымдардың дәрежесі айдың басқа жұлдыздардан қандай артықшылығы болса, көріністе менің ғұламаларымның, ғалымдарым, үмметтерімнің өзге қарапайым адамдардың ұлығы артықшылық сондай деген пайғамбарымыз хадисінде. Керемет, Алла разы болсын. Енді бағана өзіміз сөз өткендей, алла тағаланың масаны, шыбын сияқты шіркейлерді жаратудың өзінде де үлкен ғибрат бар екен ғой. Кейінгі ғалымдар зерттей келсе, масаның біз білетін жағымсыз қасиеттерінен басқа жағымды қасиеті бар екен. Мәселен, маса шаққан жерін сол жеріндегі қанды сұйылтады екен да. Қазір жасы үлкен, жасы егде кісілердің барлығы мысалы қан қою болып қалды, тромб болып қалды деген қатерлі дерттерге душар болып жүр ғой. Сүлік мәселесі бар. Иә, сүлік осы жерде алла тағаланың тағы да бір кереметі, хикметін айтам да. Мысалға арыстандай айбатты аң патшасы, қасқырдай қайратты мысалға тұздағысы, байқасаңыз үнемі аш жүреді. 2 аптада бір тамақ тауып жесе, соны місе тұтады. Арыстан ғой. Арыстан болсын, түлкі секілді қу, онша-мұнша не жоқ, ол да аш жүреді үнемі. Бірақ балық, тауық, құрт деген секілді әлжуаз, не күш жоқ, не қайрат жоқ, не азу жоқ, не шеңгел жоқ, қарасаңыз үнемі тоқ. Алла тағала оның рызығын беріп, оны тоқ қылды, анаған қайрат берді, күш берді, қулық берді, бірақ ол басқан кезде қарасаңыздар, бұл жерден алла бермейінше олар қанша қайратты болса да, қанша қу болса да, қанша айбатты болса да, не істейді? Алланың бұйырғанын ғана жейді. Ал қарасаңыз, мына жерде бір құрт жаңғақтың ішінде жатады, рахат. Алманың ішінде жатады, картошканың ішінде жатады деген секілді. Тауық, балық дегеннің семіз. Қарап тұрсаңыздар, бұларда не қулық жоқ, не қайрат жоқ, не күш жоқ, не жаңа азу жоқ, бірақ алла тағала тоқ қылды, ол тоқ жүр. Сондықтан бізде кейде өмірімізде өзіміздің пысықтығымыздың, қайратымыздың арқасында мен осыған жеттім емес. Ол да әрине өзінің белгілі бір пайы бар, бірақ Алланың беруімен, Алланың жарылқауымен, Алланың кеңшілігімен болатынын да біз естен шығармауымыз керек. Енді көптеген Құран мұғжизаларын айттық қой. Кейбір ғалымдар айтқан екен, осы күнге дейін Құранның қаншама мұғжизасы зерттелді, бірақ соның өзі мынау 600-ден көп беттен тұратын Құранның тек қана 2% зерттеу деп айтқан екен. Осымен келісесіз бе? Енді алла тағаланың айтады ғой, алла тағаланың білімі сөзі бүкіл жер бетіндегі теңіздер, мұхиттар су болса, бүкіл ағаштағы, ормандағы ағаштар қалам болса, жазған кезде олар таусылады, Алланың хикметі, білімі таусылмайды дейді. Бұл секілді бұл Құран Алланың сөзі. Алланың сөзі. Сондықтан да Алланың сөзінде хикмет барлығына, білім барлығына, даналық барлығына ешқандай шүбә күмән жоқ. Қаншалықты ақыретке дейін, қияметке дейін қаншалықты жер тұратын болса, Құранның жаңа қасиеттері, хикметтері, білімі, даналығы ол ашыла береді. Жақсы, осы шағын сұхбатымызға келіп, өз ойларыңызды білдіргеніңізге Алла разы болсын. Осы жерде бір нәрсе айта кетейік. Енді Құран деген тек қана әруақтарға бағыштайтын ғана кітап емес. Бірінші мәселе. Екінші, ақ матаға байлап қабырғаға іліп қоятын кітап емес. Айта кету керек, Құран бұл тірілерге біздердің бақытты, салихалы, білімді, парасатты, кең молынан өмір сүріп, ақыретте табысқа жеткізетін Алла тағаланың нұсқаулық кітабы екенін ұмытпауымыз керек. Сонымен қатар ауырғандарға шифа бар, мүминдерге Алланың рахымы бар Құранда. Машалла. Сол үшін арабшасымен қоса қазақша мағынасында оқып жүргеніміз дұрыс па? Әрине, оқып, түсініп, ізденіп, тәпсірін оқып жүргеніміз әрине дұрыс болады. Жақсы, Алла разы болсын, Алла істеріңізге береке берсін. Амин, баршамыз. Менің YouTube арнамның көрермендері, осымен біздің келесі подкастымыз аяқталды. Егер де сіз де Құран мен ғылым арасындағы осындай бір керемет үйлесімді көрсеңіз, сондай жаңалықтарды көзіңіз шалса, оны комментарийге жаза кетіңіз. Біз ең жақсы жазылған пікірге беретін сыйлығымыз бар. Осымен сұхбатымыз аяқталды. Еліміз қуатты, өміріміз шуақты болсын.
Thank you.